Хазіреті Омар Шынтуайтында өте қарапайым өмір сүрген. Бірақ Алла елшісінің өмірі сүйікті сахабаның да көздерін еріксіз жасаурататын. Бір күні пайғамбарымыздың «Омар, неге жылайсың?» деген сұрағына ол «Пайғамбарым, дәл қазір патшаларға құс төсектерде жатқанда, сен ши үстінде жатырсың. Шиде, әне, денеңе батып із тастапты. Алайда, сен Алланың елшісісің. Рахат өмірге бәрінен де лайықсың» дейді. Сонда рахым пайғамбар: «Омар, сен дүние, олардікі. Ақырет біздікі болуына риза емессің бе?» деп жауап берді.